Ассалаумағалейкум. Американың Қазақстанға деген көзқарасы қалай дейді. Сіздің сұрағыңызды оқыдым. Болат Қабидолла. Американың Қазақстанға деген көзқарасы, бұл Қазақстанды олар Ресей мен Қытайдың ықпалындағы бір бейшара ел деп қана біледі. Сондықтан C5+1, яғни Орталық Азияның 5 мемлекеті қосылған Америка дейтін платформдар арқылы бұларды біртіндеп демократияға қарай жақындатқысы келеді. Бейне жем салынған дорбаны көрсетіп, жаңағы атты, алыста жүрген атты құру деп шақырады ғой, жем дорбаны көрсетесің. Сондан алыста жүрген ат, ат дорбаны, жем дорбаны көргенде жүгіріп келеді. Сол сияқты бұларда ат дорбасына, жем дорбасына жем салып алып, Орта Азиядағы 5 диктаторға құру деп шақырады, былайша айтқанда. Сонда Орта Азияның 5 диктаторы қолдарының қанын сүрте салып, аяқ астынан демократ болып, жаңағы Америкаға келіп, Ақ үйге кіріп, жазып алған қағаздарына қарап, о заман біреудің біреу мақтағанда, қағазға қарап оқып берген мақтағанда көріп пе едіңіздер? Тоқайларыңыз ағылшынша жетік біледі деген тоқайыңыз Трампты мақтаған мадақ сөзінің өзінің қағазға қарап оқып берді. Ынжықтап, ыңқылдап отырып әрең оқып берді. Енді тоқайдың Трампты мақтағанын естіп бүкіл дүние жүзі құсты енді, құсты енді. Енді ол Совет кезінен сөйтіп мақтап үйренген сорлылар Москваға барып, жаңағы Петровты мақтап, Александровты мақтап үйренген өңкей жағымпаз, сол Советтен қалған ескі әдеттеріменен Трампты мақтап қайтты. Бірақ Орталық Азия Американың сыртқы саясаты үшін алған кезде, дәл қазір Иран, Куба, Венесуэла мәселесінен кейінгі мәселе қатарына жатады. Олар дәл қазір Орыс, Қытай, Иран үшеуінің ортасында сығылып отырған Қазақстанға бірден ықпал ете алмайды. Себебі онсыз да Орыстың құшағына кіріп болған Қазақстан, онсыз да Қытайдың қарызының батпағына батып болған Қазақстан. Сондықтан бұлар Еуропа болып, Америка болып үнемі Орталық Азияның энергия көздерін орыссыз Орталық Азия, Кавказ және Еуропа бағытын қалыптастырып, сол арқылы орыссыз Еуропаға Кавказ айналып, Орталық Азияның энергиясын жеткізу мәселесін бұлар қарастырғысы келеді. Осыны біліңіздер.